Сәлем достар, сіздермен Азиза, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ананас туралы керемет ақпарат қозғайтын боламыз, сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Жалпы ананас қоректік заттары бар көптеген адамдардың сүйікті тағамы. Оның денсаулыққа пайдасы бар және калориясы төмен. Ананас бүкіл әлемде кеңінен таралған, шикі және консервіленген түрде де қолданылады. Ананас шөбі тек тропикалық елдерде ғана емес, сонымен қатар Ресейде де кеңінен таралған. Қазіргі уақытта ананас сатып алу қиын емес. Ананас пайдасы мен зияны барлық жағынан да қарастырыңыз. Сіздердің көпшілігіңіз осы дәмді және хош иісті жемістің дәмін татып көрдіңіздер. Сырттай бұл қабыршақпен жабылған бұдырға ұқсайды. Шырынды және өзінің хош иісімен еліктіретін целлюлоза бұл табиғат кереметі. Ол бәріне ұнайтын болады. Ананастың дәмін бір рет көрген адам, оның дәмін өмір бойы есте сақтайды. Бразилия ананас туған жері болып саналады. Ол әлі күнге дейін жабайы табиғатта өседі. С дәруменіне бай, яғни ананас әдетте суық тиюді емдеу үшін қолданылады. Оның құрамында С дәрумені бар. Бұл суда еритін витамин, ол денсаулықты сақтауда маңызды рөл атқарады, иммунитетті көтереді және тез сауығуға ықпал етеді. С витаминінің арқасында ананас суықтан арылуға көмектеседі және иммундық жүйені нығайтады. Қант диабетінің басталуын болдырмайды. Ананас құрамында диеталық талшыққандағы глюкоза деңгейін төмендетеді. Бедеулікті емдейді. Көптеген зерттеулер антиоксиданттарға бай тағамды үнемі қолдану бедеулікті емдеуге көмектесетінін көрсетті. Бұл ананас құрамындағы қоректік заттардың бос радикалдарды жоюымен түсіндіріледі. Дәл осы радикалдар денеде қабыну реакциясын тудырады, оның қызметін бұзады және әйелдің жүкті болуына, ал еркекке жұмыртқаны ұрықтандыруға жол бермейді. Бос радикалды зақым дененің барлық жүйелеріне әсер етеді. Репродуктивті жүйеде ерекшелік емес, бос радикалдардың алдын алу үшін ананас жеп қойыңыз. Жүрек қан тамырлары ауруларын емдейді. Ананас жеу құрамында талшық, калий және С дәрумені көп болғандықтан жүрек денсаулығын сақтауға көмектеседі. Бұл витаминдердің барлығы вирустармен, инфекциялармен белсенді күреседі. Денеден барлық қажет емес элементтерді шығарады. Ананас шырыны жүректің ишемиялық ауруы қаупін азайтуға көмектесетіні дәлелденген. Ананас құрамындағы калий мөлшері жоғары қан қысымын төмендетуге көмектеседі. Құрамында бромейлан көп болғандықтан ананас қанның ұюымен күреседі. Бромейлан қан ұйғыштардың бір-біріне жабысуына көмектеседі. Осылайша инфаркттың дамуына жол бермейді. Қан тамырларын нығайтады. С дәрумені, бромейлайн және органикалық қышқылдар нәзік және проблемалы капиллярлардың тамаша күшейткіштері болып табылады. Әлсіз және серпімді емес ыдыстар жарақат алуға және жарылуға бейім, бұл үлкен қиындықтар тудыруы мүмкін. Бұған жол бермеу үшін ыдыстарды күшейту керек. Ананас қолдану сізге осыған көмектеседі. Ананас құрамында бета-каротин сияқты микроэлементтер бар. Бұл астма даму қаупін азайтуға көмектеседі. Сонымен қатар ол ағзаға оң әсер етеді және осылайша қабынуды жеңілдетуге және демікпе шабуылдарын жоюға көмектеседі. Жүйке жүйесін тыныштандырады. Ананастың пайдасы бұл көңіл күйді жақсартуға, депрессиямен күресуге және жүйке жүйесін тыныштандыруға көмектеседі. Ананас седативті әсер ететін триптофан амин қышқылының тамаша көзі болып саналады. Ананас шырыны көптеген жылдар бойы диетологияда қолданылған. Бұл артық маймен күресуге көмектеседі. Сонымен қатар тағамды сіңіреді, ауырлық пен метеоризмнен құтқарады. Сонымен қатар оның құрамына кіретін серотониннің әсерінен аштық сезімін басады. Ананастың құрамындағы В1 дәрумені салмақ жоғалтудың тамаша құралы. Сонымен қатар ананас құрамындағы су мен калийдің көп мөлшері денеден артық суды ғана емес, сонымен қатар токсиндерді шығаруға мүмкіндік береді. Ананас аштық сезімін керемет түрде жояды. Осылайша сіз аппетитіңізді басқара аласыз және тоңазытқышқа барудан бас тартасыз. Ананас төмен калориялы жеміс, онда май жоқ. Бұл
оны артық салмақтан арылуды армандайтын адамдар үшін қауіпсіз түрде жеуге мүмкіндік береді. Ананасқа негізделген диета әртүрлі мәзірімен ерекшеленеді. Сонымен қатар сіз шектеулі мөлшерде ет, көкөніс, жарма жеуге болады, бірақ мұның бәрі ананаспен бірге болуы керек. Жүктілік кезінде өте қажет, яғни жүкті әйел үшін ананас міндетті болып табылады. Ол әйел денесінің ұрықтың дамуына пайдалы әсер ететін пайдалы микроэлементтермен қанықтырады. Және де қартаю дақтарын кетіреді және теріні ағартады. Ананас құрамындағы органикалық қышқылдар, сонымен қатар бромелайн және С дәрумені бұл жемісті қартаю дақтарын, сепкілдерді кетіруге және теріні ағартуға тамаша құрал етеді. Және де құрғақ теріні ылғалдандырады. Құрғақ тері көптеген мәселелерді тудырады және уақыт өте келе тартымды болады. Тропикалық жеміс бұл проблемаларды арылуға көмектеседі. Ол үшін ананас жеу керек, немесе оның негізінде маскалар жасау керек. Жалпы ананастың зиянына қарағанда пайдасы өте көп, бірақ оның зиянды тұстары да бар. Оны келесі видеодан көре алатын боласыздар. Әзірше бүгін пайдасы жөнінде айттық. Назарларыңызға үлкен рахмет. Біздермен болғандарыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар.